Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біздің каналымыздың тұрақты көрермендері, қонақтары, баршаға қайырлы кеш, баршаға сәттілік тілейміз. Біздің кезекті видео. Бұл жалпы мен биогумусты қалай електен өткізіп жатқан жайында болады. Осындай қолдан елек жасап алғанмын. Профиль, жаңа гипсокартонға қатын. Мына жақтары ағаш, мынау сеткісі 4×4. Жеңіл болады. Осы егер мынау жамбастарын жаңа жеңіл материалдан жасайтын болсақ, жаңа електен өткізіп жатқанда қолымыз шашамай, жалпы жұмыс әдемі кетеді. Мына жақта жалпы биогумустан шыққан мусор деп айтамыз, бірақ бұның ішінде көп жағдайда бір 80% әлі не бар? Биогумус бар. Мен бұны әдейі құрғатып жібермей, ылғал күйінде жаңағыдай осы електен өткізіп жатыр. Мына сапасы тамаша болу үшін. Сапасы тамаша. Осындай ылғал күйінде өткізіп жатырмын. Егер бұл биогумусты құрғатып жіберетін болсақ, жалпы сапасы төмендейді. Менде азырақ мына жерде қалды биогумус. Осыны құдай қаласа бүгін ертең өткізіп болам деп жоспарлап жатырмын. Бізде осы жерде не болды? Жаңағы үйінде биогумус болды. Соны қопсытып, азырақ ылғалдығын түсіреміз. До конца құрғатып жібермеңіздер. Жалпы шуалшандардың жағдайлары өте тамаша. Жаңа азыққа өтіп, күш жинап, жаңағы әдемі күй кешуде бұлар. Мінекей. Свежий, әдем, бодрый болып тұр ғой. Бұл жерде азық жеткілікті. Бұлар өздерін не істеді? Қысқа мерзімде өздерін денелерін тіктеп алды. Жалпы биогумусты өткізіп, мен не істеп жатырмын? Мына жерде қолдан жасадым, мына қоршау. Шлакоблоктан осылай қоршадым. Қоршап тұрып, не істедім? Ішіне жаңағы биогумустарды, електен өткен биогумустарды осы жерге салдым. Және үстіне азырақ су шашып, жаңағыдай осын ылғалдығын ұстап тұрмын. Биогумусты кептіріп жіберуге не істеп болмайды. Соны есте сақтаңыздар. Құдай қаласа шамамен бір 5 кубтай, 5,5 куб жоба шығып қалады деген есеп бар. Жалпы осы жылдың нәтижесі. Негізінде бұдан да көп биогумус өндірсе болар еді. Мен системаны жаңағы азырақ дұрыс жасамағандықтан, тәжірибе аз болды, басқа болды. Енді осы біздің кішігірім аулада жалпы бұдан да көп биогумус өндіруге болады. Енді құдай қаласа қателікті қайталамайтын боламын. Осындай ақпаратпен сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Жалпы биогумусты дұрыс електен өткізу жайында. Баршаға қайырлы кеш болсын, баршаға сәттілік. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалпы өте пайдалы, қызықты видеолар әлі алда болады, құдай қаласа. Ендеше осымен видеоны тоқтатайық. Сау саламат болыңыздар. Видео ұнаған болса лайк, коммент, каналымызға подписка жасап демеушілік білдіріңіздер. Сау саламат болыңыздар.